Сәлем қыздар, сіздермен бірге ақ сәуле. Бүгінгі видеода осындай кроп топты тоқып көрсететін боламын. Тоқу әдісі өте жеңіл. Егер тоқу білмесеңіздер, алдын ала менің тоқу сабақтарымды көріп алыңыздар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Тоқу үшін біз газал бэйби каттан жібін қолданамыз. 50 грамм 165 метрге, құрамы 60% мақта, 40% акрил. Бар болғаны 2 моток жеткілікті. Ілмектің нөмірі 3 және сантиметрлік лента керек. Тоқып бастамас бұрын алдын ала осындай үлгі тоқып аламыз, оны жуып кептіреміз, сонан соң 10 сантиметрде қанша клетка болатынын санаймыз. Менде 7 қатарда 7 клетка шықты. Размері XS және M өлшемдеріне арналған. Егер де сәл үлкенірек тоқим десеңіздер, онда қосымша тағы петлялар қосу қажет болады. Қазір біз топтың алдын тоқимыз. Ол үшін мен 102 петля тоқимын. Және де осы 102 петляға 34 клетка бірінші қатар тоқып шығамын. Мінекей, мен 102 петля тоқып болдым. Енді клеткамызды тоқып бастаймыз. Ол үшін 3 воздушный петля тоқимын. Бұл клетканың бір шеті. Ал тағы 2 воздушный петля, ол үстіңгі жағы. 2 накид жасайым ілмекке. Және де 5, 6, 7, 8 воздушный петляға столбик с 2 накидами тоқимыз. Бірінші 2 петлядан өттім, екінші 2 петля және үшінші 2 петлядан өтесіздер. 2 воздушный петля тоқимыз және тағы 2 накид жасап, үшінші петляға столбик с 2 накидами тоқимыз. Тағы да 2 воздушный петля, 2 накид, үшінші петляға столбик с 2 накидами тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін клеткалар тоқып шығасыздар. Барлық клеткалар саны 34 болу керек. Достар, мен бірінші қатарымды аяқтап қалдым. Ең соңғы клетка қалды. Тағы 2 воздушный петля тоқимын да, үшінші петляға столбик с 2 накидами тоқып жіберемін. 1, 2, 3 болды. Енді әрі қарай екінші қатар тоқу үшін мен 3, 4, 5 воздушный петля тоқимын. Тоқыманы теріс айналдырамын. 2 накид жасаймын ілмекке. Және де мынау бірінші столбик с 2 накидами тоқимыз. Мына бір жерге тоқимын. Өрімнің астында мынандай жіп болады. Осы жіптен өткізіп тоқимын. Себебі өрімнің астынан ғана тоқитын болсам, онда клетканың бірге қосылып тоқылған жері үлкен тесік болып қалады. Сондай тесік болмас үшін мен мынау өрімнен кейінгі астында осындай сызық, осындай жіп болады. Осы жіптің астынан өткізем. Яғни астыңғы столбик с 2 накидамидің ортаңғы жағынан өткізесіздер. Мінекей. Осылай қатардың соңына дейін 2 воздушный петля және столбик с 2 накидами тоқып шығасыздар. Осы қатарды аяқтағаннан кейін тағы 6 қатар тоқисыздар. Барлық қатарлар саны 8 болу керек. Мінекей, мен 8 қатар клетка тоқып болдым. Енді қазір
2 қатар мойнына пройма тоқимыз. Ол үшін 5 воздушный петля тоқиым. Қазір бірінші клеткамызды жасаймыз. Накид 2 рет және де столбик с двумя накидами тоқимыз. Әрі қарай тағы осылай 8 клетка тоқисыздар. Яғни 9-шы клеткаға дейін өз беттеріңізше тоқып шығасыздар. 9-шы клеткамды аяқтадым. 2 воздушный петля тоқимын. 2 накид жасаймын. Және де соңғы 10-шы клеткамды тоқимын. Столбик с двумя накидамиді соңғы 2 петлясын қалғанша тоқисыздар. Тағы да 2 накид жасайсыздар да. Келесі столбик с двумя накидамиға осылай тоқып жібересіздер. Соңында 3 петля қалады ілмекте. Осы 3 петляны бірге қосып тоқып жібереміз. Мінекей, енді 5 воздушный петля тоқып, әрі қарай келесі 10-шы қатарымызды жалғастырып 10 клетка тоқимыз. Достар, мен 10 қатар тоқып болдым. Бір иығын бітірдім. Енді екінші иығын қазір тоқитын боламыз. Екінші иығын тоқып бастамас бұрын осылай бірінші петлямызды жасап аламыз. Және де екінші иығымызды біз 11-ші клеткадан бастап тоқимыз. Солдан оңға сынаған кезде 11-ші клетка. Қазір ең бірінші столбик с двумя накидамиға, мына бір жерге 3 воздушный петля тоқимын. 1, 2, 3, 2 накид жасаймын. Және де келесі столбик с двумя накидамиға столбик с двумя накидами тоқисыздар. Осылай 3 бір 3 пайда болады. Әрі қарай қатардың соңына дейін 10 клетка тоқисыздар. Және келесі қатарды да 10 клетка тоқимыз. Яғни 10 қатар болу керек. Достар, мінекей мен алдын тоқып болдым. Алдындағы проймасы мойын өтетін жері осындай болып тұрады. Енді артын дәл осындай қылып тоқисыздар. 102 петля, воздушный петля тоқып, 10 қатар клетка тоқып жасайсыздар. Соңында осы 2 детальді бір-біріне қосып тігетін боламыз. Достар, біз қазір қолын тоқимыз. Қолын астыдан үстіге қарай тоқитын болғандықтан біз асты свободный клеш қылып тоқимыз. Астыңғы жағына біз 16 сантиметр ені, сондықтан 16 плюс 16 38 сантиметр. Ол 66 воздушный петля набирать еттім. Және де қосымша тағы 5 воздушный петля тоқыдым. Ілмектен кейінгі 8-ші воздушный петляға столбик с двумя накидами тоқимын. 2 воздушный петля тоқып, келесі 3-ші петлямызға тағы столбик с двумя накидами тоқимын. Яғни клетканы тоқи бересіздер осылай. Қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Барлық клеткалар саны 22 болу керек. Және де осы қатарды аяқтап болған соң тағы 2 қатар тоқисыздар. Мен аяқтап болдым 3-ші қатарымды. Әрі қарай 4-ші қатарда мен қысқарту жасаймын. 3 воздушный петля тоқып, тоқымам теріс айналдырамын. Столбик с двумя накидамиға алдыңғы қатардағы тағы столбик с двумя накидами тоқимын. 2 воздушный петля жасаймын. Әрі қарай клетканы жалғастырып тоқып
кетесіздер. Соңғы екі клетка қалғанша өз беттеріңізше тоқып шығасыздар. Мінекей соңғы екі клеткам қалды. Екі накид жасаймын. Және де столбик с двумя накидами соңына дейін тоқымаймын. Екі клетка қалдырам. Тағы екі накид жасап, последний клеткамды тоқимын. Бір, екі рет тоқыдым. Ілмекте 3 петля қалады. Бірге қосып тоқып жіберемін. Тағы да 5 воздушный петля жасап, келесі қатарымызды жалғастырып тоқимыз. Сонда екі шетінде екі қысқарту болады. Бұл қысқартулар 3 бұрышты болып тұрады. Келесі қатардан бастап бізде екі клеткаға қысқарады барлық клеткалар саны. Енді әрі қарай тағы 3 қатар өзгеріссіз тоқисыздар және 4-ші қатарда тағы қысқарту жасайсыздар. Мінекей мен 8 қатар тоқыдым, әрбір 4-ші қатарда қысқарту жасап отырдым. Енді әрі қарай мен ешбір өзгеріссіз қолды жоғарыға қарай тоқитын боламын. Мен 23 қатар тоқимын. Егер менде 46 сантиметр, егер одан ұзын қылам десеңіздер, одан да көп тоқыңыздар. Мінекей мен қолды тоқып болдым. Енді қосқан кезінде осындай болып көрінеді. Астыңғы жағы осылай клеш свободный. Енді бізге детальдарды бір-біріне біріктіріп тігу ғана қалды. Достар, барлық детальдар дайын. Енді әуелі екі иығын тігеміз, сонан кейін барып қолын жалғап тігетін боламыз. Мен екі иықтарын қосып біріктіріп тігіп жатырмын. Және алдыңғы жағын ішіне қарай жібересіздер, ал ішкі жағын сыртына қарай жіберіп тігесіздер. Міне үстіңгі жағында осындай өрім болады. Өрімдердің шеткі жағындағы жіптерден инені өткізесіздер. Осылай өткізіп тігіп шығасыздар. Өрімнің тек сыртқы жағындағы жіптерден ине өткізіп бірге қосып тігіп шығасыздар. Міне астыңғы жағындағы және үстіңгі жағындағы өрімнің шеткі жағы. Содан жіпті өткіздім. Келесі өрімнің астыңғы жағы және үстіңгі жағындағы шеткі жіптерден инені өткізіп тігемін. Осылай екі иығын осындай әдіспен тігіп шығасыздар. Алдынан қарағанда тігісіміз осындай болып көрінеді. Енді екі иығын соңына дейін тігіп шығасыздар. Сонан соң екі қолын біріктіріп қосып тігеміз. Сосын денесі мен қолын қосып тігеміз. Қолда 9 квадрат, денесіндегі 9 квадратқа қосып тігеміз. Және де денесінде соңғы 1 квадрат қалады. Ол екі 1 квадратты бір-біріне қосып тігіп жібереміз. Мінекей достар, мен кроп-топты тоқып болдым. Дайын күйінде осындай болып көрінеді. Сеткасы осындай орташа, қатты ірі емес. Тігісі осындай болып көрінеді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Егер де менің басқа да видеоларымды көргілеріңіз келсе, онда менің каналымды қолдап, әрқашанда лайк басып, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі каналым видеолары көрінбей қалады сіздердің қолдауынсыз. Және де мына экранда шыққан келесі видеоларға да кіріп көріңіздер. Сау болыңыздар.